Қайырлы күн баршаларыңызға, каналыма қош келдіңіздер. Сіздермен бірге таңжарқын бүгін өте дәмді әрі жұмсақ болып шығатын, шоколадқа малынған, жасалу жолда өте оңай печеньелер әзірлейміз. Ең алдымен печеньелерімізді әзірлеуге қажет заттарымызды дайындап аламыз. Бізге қажетті заттарымыз: жұмыртқамыз қажет, кукурузный крахмалымыз, сахарный пудрамыз, сұйық майымыз, ұнымыз, сары майымыз, разрыхитель қопсытқышымыз және шоколадымыз қажет. Қажетті заттарымызды дайындап алдық. Енді бастаймыз. Ыдысымызды алып, ыдысымызға үй температурасында тұрған сары майымызды қосамыз. Сары майымыздың үстінен сахарный пудрамызды қосып, сары майымыз мен сахарный пудрамызды миксерлейміз. Менде 82% сары май. Сары майымыз бен сахарный пудрамызды миксерлей отыра, үстінен жұмыртқамызды қосамыз. Көп миксерлеудің қажеті жоқ. Жақсылап араласса болғаны. Жұмыртқамызды қосамыз, үстінен сұйық майымызды құямыз. Миксерлейміз. Үстінен кукурузный крахмалымызды қосамыз. Жақсылап миксерлеп араластырып алдым. Ұнымызды алдын ала електен өткізіп дайындап алдым. Миксерлей отыра ұнымыздың жартысын қостым. Разрыхитель қопсытқышымызды қосып, жақсылап миксерлейміз. Миксерлеу қиын болғандықтан қалған ұнымызды қосып, қолымызбен қамырымызды біріктіріп илеп аламыз. Қамырымыздың басын біріктіріп илеп алдым. Қамырымызды демалдырудың қажеті жоқ. Құрамында май болғандықтан көп илемей қойыңыздар. Осылай қамырымызды жақсылап илеп басын біріктіріп алғасын, дөңгелек етіп қамырларымызды бөліп аламыз. Таразыларыңыз болса, егер таразымен де өлшеп істеуге болады, 20 граммнан бөліп. Осылай илеп алған қамырларымызды дөңгелек етіп бөліп, дөңгелек етіп алдым. Енді дөңгелетіп алған қамырларымызды сәл ғана ұзынша етіп, осылай қолымызбен сәл ғана сопақтау ғып істеп аламыз. Қазір үстінен шанышқы вилкамызбен формаға келтіріп істейміз. Осылай дөңгелектеп алған қамырларымызды сопақша етіп формаға келтіріп алдық. Енді үстінен осылай шанышқымызбен істеп шығамыз. Өте әдемі болып шығады. Пешімізді алдын ала қыздыруға қойып қоямыз. Печеньеміздің құрамына не қосқаным, қанша граммнан қосқаным барлығын төменгі описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай қызып тұрған пешке 180 градусқа 20-25 минутта печеньелеріміз пісіп шығады. Осылай печеньелерім пісіп шықты. Толықтай суытып алып, шоколадымызды микроволновкада немесе водяной ванняда ертіп алып, пісіріп, суытып алған печеньелерімізді шоколадымызға салып аламыз. Осылай печеньелеріміздің барлығын шоколадтарымызға салып аламыз. Өте дәмді болып шығады. Шоколадқа салып алсаңыздар, бұл міндетті емес шоколадқа салып алу. Бірақ өте әдемі көрінеді, әрі дәмі де өте тәтті болады. Осылай печеньелеріміздің барлығын шоколадымызға салып алдым. Осымен кереметтей печеньеміз дайын. Жасалу жолда өте оңай. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық жанның көңілінен шығады. Егер сұрақтарыңыз болып жатса, комментарийға жазып қалдырыңыздар. Міндетті түрде жауап беремін. Печеньеміздің ортасында бөліп көрсеттім. Осылай шығады. Қош, сау болыңыздар.